Тайм менеджмент. Уақыт ең үлкен сый және адамзатқа тегін берілген аса құнды ресурс. Уақыт байға да, кедейге де, даладағыға да, қаладағыға да ортақ. Бір тәулік, яғни 24 сағат немесе 1440 минут жас, кәрі, еркек, әйел демей барлығымызға бірдей берілген. Қолыңызды көкірегіңізге қойып, жүрек қағысын тыңдаңыз. Дүрс-дүрс, әрбір тыныс алған деміңізге мән беріңіз. Сіз жүрек қағысын шығарған әрбір деміңізді ешқашан кері қайтара алмайсыз. Жиған байлығыңды жоғалтсаң, еңбектеніп, орнын қайта толтыруға болады. Достарыңды жоғалтсаң, олардың орнына жаңа достар табылады. Ал уақытыңды жоғалтып алсаң, оның орнын еш нәрсе толтыра алмайды. Өйткені уақыт кері айналмайды. Ақшаны қарызға алуға болады, бірақ уақытты ала алмайсыз. Сондықтан ең әуелі уақытты жоспарлауды үйренуіміз керек. Қолымыздағы құнды дүниелерге барынша мұқият танытатынымыз айтпаса да түсінікті. Мысалы, ақшамызды банкте немесе ең сенімді жерде сақтаймыз. Оны қалай болса солай көшеде кездескен кім көрінгенге жөн жосықсыз тарата бермейміз. Алайда құр босқа жоғалтқан жастық шақ пен күш қайратына, есіл кеткен уақытына адамдар қайғырып жатпайды. Қымбат уақытын баянсыз іске жұмсап, уақыттың өзіне ұрлатады. Уақыт атты ең бағалы ресурсын желге шашып, бос нәрселерге оп-оңай айырбастай салады. Мұның бәрі уақыт құндылығын дұрыс бағаламаудан туындайды. Әсіресе біздің қоғамда бір-біріміздің уақытымызды жеу кең етек алған, көпшілік халық шақырылған жерге тойға, қонаққа уақытында бара бермейді. Тойымыз ең ерте дегенде 2 сағатқа кешігіп барып басталады. Шетелден жаңадан оқу бітіріп келген 2001 жылы үйлену тойына дәл уақытында барам деп 3 сағат есіктің алдында сопайып күтіп тұрғаным әлі есімде. Содан бері арада аттай 20 жыл өтсе де, уақытты бағалау тұрғысынан әлі еш нәрсе өзгере қойған жоқ. Той басталғаннан кейін кем дегенде 5-6 сағатымызды даңғаза ән мен мәні азайған жиналыс тілектерге кетірудеміз. Қонаққа барсақ та солай, бәрібір уақытта жиналмайды. Уақытында келгендер үнемі кешігіп жүретін қадірлі қонақтардың күтіп отырады. Түннің бір уағына дейін жалғасатын той кез келген отырыс келесі күннің энергиясын ұрлап, өнімділігін кемітіп, жатқанын көбіміз ескере бермейміз. Ең сорақысы, кешіккен адам біреудің уақытын ұрладым деп өзін кінәлі сезінбейді. Ол үшін кешігу қалыпты жағдай. Мұндай қоғамда ешқашан даму да, алға жылжу да болмайды. Ал керісінше, әрбір минутын орынды жұмсап, әрбір сағатын дұрыс жоспарлап, тиімді пайдаланатын жеке адам да, қоғам да өркениеттің көшін бастап, алға қарыштап дами береді. Күндіз түні әлеуметтік желіде телефон шұқылап, одан қалса теледидардың алдында телміріп отырып, арзан қалжың, бітпейтін мәні жоқ сериалдар тамашалаумен бар ғұмырын өткізген жандар қаншама. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, бүгінгі таңда смартфонды орташа қолданатын адамның өзі оны күніне 2617 рет, ал көбірек қолданатындар 5400 дүркін түртеді екен. Apple компаниясы iPhone-ды белсенді қолданушылар күніне 80 рет, сағатына 7-8 рет қарайтынын растаған. Уақытын тиімді пайдалана алмаған адамдар оның үнемі жетпей жатқандығын айтып шағымданады. Жаңа нәрсені үйренуге, қандай да бір істі жасауға уақыт тапшылығы себеп деу шындықпен жанаса бермейді. Мысалы, артына мол мұра қалдырған Әл-Фараби, Яссауи, Ұлықбек, Абай мен Шәкәрім тәрізді барлық жасампаз ұлы тұлғаларға берілген уақыт мөлшері бізге де берілген. Арадағы айырмашылық, көпшілік адам уақытты әйткөйір өткізуді, ал ұлы адамдар оны тиімді пайдалануды ойлайды. Мысалы, 45 жасында дүние салған Иман Науаи 500 томға жуық құнды еңбек жазып кетті. Ол күндік намаз, ораза, зікір секілді құлшылықтармен қатар ғылымға кітап жазуға уақыт табу үшін әр минутын тиімді пайдаланудың жолын іздеген. Ғұламаның күніне 1 рет тамақ жегендігі, жолда кетіп бара жатқанда да пайдалы істермен айналысқандығы айтылады. 45 жас ұзақ ғұмыр емес, бірақ артында мұншалық көп құнды мұра қалдыруы оның уақытты өте тиімді пайдаланғандығының көрінісі.
Сондықтан ғұмырдың ұзақтығы көп жыл өмір сүрумен емес, қысқа болса да уақытты тиімді пайдаланып, дұрыс нәрселерге жұмсаумен өлшенеді. Ал бос нәрсемен өткен ұзақ ғұмыр жоғалған көп уақыт қана. Уақыт адам баласына жаратушы тарапынан берілген ұлы нығмет. Ақыретте бұл нығметтен сөзсіз сұраламыз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай делінеді: қиямет күні адам баласы мына нәрселерден сұралады. Есебін толық бермейінше Алланың құзырына жіберілмейді. Ғұмырын не істеп тауысқандығы, жастық шағын қандай іспен өткізгендігі, ақшасы мен дүниесін қандай жолмен тапқандығы, қаржысын қайда жұмсағандығы, үйренген біліміне қаншалық деңгейде амал еткендігі. Уақытты тиімді пайдалану жолдары. Жетістікке жетуді мақсат еткен кез келген адам уақытының әрбір минутын жақсы амалдармен толтырып, күндік жоспар жасауға тырысады. Көп адам күндік жоспарын дұрыс түзей алмай, оны әр түрлі керекті керексіз іспен үйіп-төгіп толтырып тастағандықтан үнемі асығыс үсігіс стресте жүреді. Тіпті жоспарлап алып орындамаған істері үшін өзін кінәлі санайды. Өзіне деген сенімін жоғалтады. Нәтижесінде жоспар бұзылғандықтан армандары айда, өздері сайда қалады. Бәрін тастап жоспарсыз бейқам өмірге көшеді. Мұндай жеңіліс уақытты басқару жолын білмегендіктен, жоспар жасаудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін меңгермегендіктен туындайды. Әсерінде жоспармен атқарылған 1 сағаттық жұмыс 1 апта бойы жоспарсыз жасалған жұмыстан артық өнім береді. Әуелі миыңды қоқыстан тазарт. Жоспар жасап, іске кіріспес бұрын миымызды керексіз қоқыстан тазалап, өзіңе қажет істерді анықтап алудың маңызы зор. Ананы сатып алу керек, мынаны жасау қажет секілді құмырсқадай құжынаған, шиеленіп шатасып қалған жіп секілді сан қилы ойлар, түрлі міндет миымызды торлап алады. Жұмыстың көптігінен қорқып, істі неден бастарын білмей абдырап қалған адамның күйін кешеміз. Мидағы шашылып жатқан тізім адамды стресске итермелейді. Ананы жасау керек еді, мынаны істеу керек еді деген санадағы шашыраңқы ойлар жан дүниемізді мазалап ұйқымызды қашырады. Өйткені адамның миы орындалмаған істі үнемі еске түсіріп, орындалуы керектігі жайлы үздіксіз сигнал беріп тұрады. Нәтижесінде ағза сыр береді. Әсілінде өмірімізді жоспарлау дегеніміз үйіп-төгіп керекті керексіз істерді жасауға ұмтылу емес, өмірді қатаң қағидаларға, күрделі схемаларға негіздеп, алдағы атқарылуға тиіс жүздеген жұмысты миға толтырып тастау адамды күнделікті өмірдің қарапайым қуанышынан қағады, ләззат алуына кедергі келтіреді. Мұндай қайшылық күндік графиктік бұзылуына, жоспарлардың мақсатына жетпей, жарты жолда тоқтап қалуына әкеліп соғады. Жоспарлаудың нәтижелі болуы миды керексіз қоқыстан арылтып, өзіңе қажетті ішкі құндылықтарыңмен қабысқан маңызды жұмыстарды атқара білуде жатыр. Ол үшін мидағы істеуім керек деген ой жоспардың әр қайсын бөлек-бөлек кішкентай қағазға жазып, тақтаға іліп тастаңыз. Мысалы, машина сатып алу, iPad сатып алу, ағылшын тілін үйрену, суда жүзуден сабақ алу, үй салу, жаңа кеңсеге көшу, шетелге демалысқа бару, балалардың дәрігерге қарату, денсаулықты тексерту тағы басқа. Сөйтіп мидағы қоқыс қағазға түскенде барлық ой жоспар көзге көрінетін, қолға ұсталатын материалдық затқа айналады. Сосын олардың ішінен шынымен өзіңе өте қажет істерді бөліп алып, тақтаға жеке қатарға қайтадан жапсырып шығыңыз. Ал керек емес деп шешкен істеріңізді бөлек қатарға жапсырыңыз. Керексіздерді анықтау үшін өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мысалы, көлік маған не үшін қажет деген сұрағыңызға анда-санда ауылға барғанда, достарыммен кездесуге деген жауап болды делік. Ендеше көлік алуды міндеттеп тұрған осы себептерді зерттеп көрелік. Ауылға жылына 2-ақ рет барады екенсіз. Оның үстіне жол тақтайдай тегіс. Сонда 2-ақ рет міну үшін ақша жұмсап, көлік алу тиімді ме? Ал екінші себеп достарыңмен кездесу. Қымбат көлік мініп бару не үшін қажет? Мақтан үшін. Өзіңді олардың алдында төмен санамас үшін, демек көлік алу. Жай ғана эмоциялық күйден, нәпсілік қалаудан, басқалардың пікіріне тәуелділіктен туындаған ой болып шықты.
Көліктің саған аса қажеттігі жоқ екен, сондықтан оны керек еместер тізімінен кіргізесіз де миыңыздан өшіріп тастайсыз. Миыңызды бір қоқыстан тазарды. Бұл жай ғана мысал. Осылай өзіңізге анық қажет істерді нақтылап алғаннан кейін тақтаға негізгі 8 бағыт: интеллектуалды даму, хобби, жеке кәсіп, отбасы, денсаулық, рухани даму, әлеуметтік қарым-қатынас, қоғамдық жұмыс тақырыптарын жазыңыз. Сосын әр бағыттың астына оған қажет істеріңізді бір-бірлеп қайтадан іліп шығыңыз. Одан кейінгі қадам уақыттың ыңғайына қарай әрқайсысын жеке-жеке жоспарлаңыз. 20-80 қағидасы. Италия философы әрі экономист Вильфредо Федерико Дамас Парето өзінің жекеменшік бақшасында жұмыс істеп жүріп, бұршақ дақылы жалпы өнімінің 80%-ын 20%-ын өсімдікпен жинап алатындығын байқайды. Осыдан кейін 20-80 теориясын басқа салаларға қолданып көреді. Нәтижесі таңғаларлық. Италия жерінің 80%-ы халықтың 20%-ына ғана тиесілі екен. Содан кейін ол Италиядағы барлық саладағы жалпы өндірістің 80%-ын 20% ірі компаниялар өндіретіндігіне көз жеткізеді. Барлық салаға қатысты бұл теңгерімсіздік көрсеткіші кейіннен Парето принципі немесе 80-20 қағидасы деп атала бастады. Бірақ бұл 80-20 көрсеткіші әрдайым тұрақты бола бермейді. Дегенмен бұл теңгерімсіздікті көптеген салада шамалас мөлшерде байқауға болады. Мысалы, тұтынушылардың 20%-ы саудадағы жалпы пайданың 80%-ын әкеледі. Сауда өкілдерінің 20%-ы сату көлемінің 80%-ын қамтамасыз етеді екен. Кез келген кітаптың 20% көлемі 80% мазмұнын қамтиды. Египетте оқып жүрген кезде студенттердің кейбірі емтихан тапсырар алдында кітаптың маңызды жерлерін ғана сызып оқып, қалғанын тастап кетуші еді. Емтихан нәтижелері де жақсы болатын. Бұл қағиданы өмірде қолдану үшін калькуляторды алып, кез келген істің 80-20%-ын есептеп шығарудың қажет жоқ. Бастысы жүгіңізді жеңілдетіп, нәтижелі жұмыс істеудің жолдарын білу. Ендеше оны өмірде қалай қолданған жөн? Бірнеше мысал келтірейін. Әуелі атқаратын істердің ішіндегі ең маңыздысын тауып, оны орындауға ынта жігеріңізді шоғырландырыңыз. Кез келген істі орындаудың ең қысқа, ең тиімді жолын қарастырыңыз. Ең маңызды істерді ең жоғарғы деңгейде кемеліне жеткізіп жасаңыз да, қалғандарын жақсы деңгейде орындасаңыз жеткілікті. Немесе мүлдем айналыспаңыз. Кәсібилігіңізді өзіңіз таңдаған бірнеше салада терең дамытыңыз. Барлық салада мықты болуға талпынбаңыз. Үйіңіздегі артық заттарды таратып беріңіз. Жарамсыз болса, қоқысқа тастаңыз. Бөлмелер бос тұрған көп бөлме үлкен үйді сатып, өзіңізге қолайлы кішірек баспанаға көшіңіз. Компанияңыздағы пайдасы аз, өнімсіз қызметкерлерді босатыңыз да, олардың айлығын нәтижелі жұмыс істейтін мамандарға бөліп беріңіз. Тауарлардың ішінде көп сатылмайтын, босқа орын алып, ақшаңызды ұстап тұрған өнімдерді қысқартыңыз. Бір ғана іске басымдық бер. Күндік болсын, мейлі апталық, немесе айлық, тіпті жарты, бір жылдық болсын, жоспар құрған кезде маңыздылығына қарай белгілі бір істерге басымдық танытпасаңыз, көп жағдайда жетістікке жету мүмкін болмай қалады. Қазақтың екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деп мақалдауы да сондықтан. Нақты бір іске аса мән беріп, баса назар аудармаған жағдайда қалған істің айтарлықтай нәтижелі болмайтындығын Рим ақыны Публий Сир де бір уақытта екі нәрсені бірдей жасауға тырысу, еш нәрсені жасамау деген сөз деп түйіндесе, американдық жазушы мына өмірде кімде-кім белгілі бір іске көңіл бөліп, баса назар аудара алса, сол адам нақты жетістікке жетеді деп жазған екен. Мысалы, өз басым қараша айында мойнымдағы остеохондрозды емдеуді маңызды мәселе ретінде қарағандықтан бір ай бойы арнайы уақытымды бөлдім. Нәтижесі жақсы болды. Кейбір кісілер дүние өртеніп кетсе де мынаны жасауым керек дегені осы әдістің қазақы жалпақ тілмен айтылған нұсқасы. Бұл намаз құлшылығында да кездеседі. Мысалы, намаздың парызы, сүннеті бар. Бір парызға басымдық танытамыз. Қандай жағдай болса да оны атқаруға тиіспіз. Ал шұғыл асығыс жағдайлар шығып жатса, сүннет намаздарын кейіндете тұрамыз. Дәл қазір өз басым алдағы 3 айда басымдық танытып осы кітаптың қалған өнімдерін жазуды жоспарға кіргіздім. Демек, күнде осы іспен айналсам. Басқа жоспарлаған жұмыстарым қандай да бір себеппен кейінге шегерілсе де, кітап жазуды тастамауға
тырысамын. Әр адам өзінің мамандығына, істеп жүрген жұмыстарына, жеке жағдайына қарай басымдық беріп, ынта жігерін шоғырландыратын маңызды ісін анықтап алуға тиіс. Күніңізді маңызды істерден бастаңыз. Басымдық беріп, ынта жігеріңізді шоғырландыратын істі күннің алғашқы уақыттарына қойыңыз. Өйткені адамның миы сергек һәм бойында ынта жігері, энергиясы толық болатын кезі таңертеңгі сағаттар. Өкініштісі, адамның көбі күннің алғашқы уақытын жеңіл-желпі орындалатын оңай істерге жұмсайды. Дюка университеті психология саласының профессоры Дэн Ариели адамдардың ынта жігерінің жоғары болатын уақыты толық ұйқыдан оянғаннан кейінгі алғашқы 2 сағат екендігін айтады. Ол уақытты тиімді пайдаланудағы адамдардың жиі жіберетін қателігі күннің ең өнімді алғашқы 2 сағатын ешбір ыждахаттылық пен айрықша күшті талап етпейтін жеңіл-желпі істерге жұмсауында жатыр. Кейбір кісілер ең маңыздыдан гөрі ең қиын жұмысты таңғы уақытта істегенді дұрыс санайды. Егер бұл сізге пайдалы болып жатса, осылай істеуге болады. Өйткені кейбір адамдар қиын істерге ынталары соқпай желкелерінен кейін тартып тұрады. Нәтижесінде қиын істерді үнемі кейінге қалдырады да жеңіл-желпі істермен айналысып кетеді. Бірақ әуелі ең маңызды істерді емес, ең қиын істерді жасауды әдетке айналдыру сіздің өнімділігіңізге кері әсер етуі ықтимал екенін ұмытпаған жөн. Жұмыстың бәрін өзіңіз арқаламаңыз. Барлық істі жалғыз өзіңіз атқаруыңыз маңызды емес. Бастысы мақсат еткен ісіңіздің орындалуы. Ал оны қалай жүзеге асырасыз, бұл сіздің кәсібилігіңізге, ұйымдастыру қабілетіңізге, адам тану мен маман таңдау қадамыңызға байланысты. Сондықтан қол байлайтын отбасылық шаруалар болсын, жеке ұсақ-түйек істеріңізде басқарып отырған ұжымыңыз бен дөңгелетіп отырған кәсібіңізге қатысты әрдайым жұмысты лайықты адамдарға тапсырып, сағат секілді ақаусыз істейтін жүйе құра білу маңызды. Бұлай жасау арқылы сіз ең әуелі уақытыңызды үнемдейсіз. Екіншіден, жұмыстың жылдам әрі сапалы орындалуына жол ашасыз. Үшіншіден, басқа адамдардың жетілуіне жағдай жасаған боласыз. Төртіншіден, кез келген іс белгілі бір жүйеге байланып, дұрыс ұйымдастырылған кезде ол сіздің қатысуыңызсыз-ақ жасала береді. Балаларыңызға да қандай да бір жұмысты сеніп табыстау олардың еңбекқорлыққа, дисциплинаға, жауапкершілікті сезінуге тәрбиелейді. Әуелі әр балаңызға өз бөлмесін таза ұстауды міндеттеңіз. Сондай-ақ үйдің ішіндегі ортақ аумақтарды, есік алдындағы ауланың тазалығын, реттілігін әр балаңыздың жасына сай бөліп жауапкершілік жүктеңіз. Алғашқы кезде балалар тапсырылған жұмысты сіз ойлағандай сапалы жасай алмауы мүмкін. Оларды жұмысқа үйрету, тазалыққа баулу айтарлықтай уақыт алатындығы сөзсіз, бірақ белгілі бір уақыттан кейін қолыңыз ұзарып, уақытыңыз үнемделгенін байқайсыз. Олардың жетістіктеріне сай ынталандырып, марапаттап отырған жақсы. Кез келген жұмысты лайықты адамдарға табыстай білудің пайдасы жайлы америкалық кәсіпкер Джеймс Кэш Пенни былай дейді. Өзім қабылдаған шешімдердің ішіндегі ең дана шешім кейбір жұмыстарды бір өзім әрі қарай сүйреуге шамам келмейтінін түсініп, бизнесті еркіндікке жібергенім. Расымен де Пенни осы шешімнің арқасында жүздеген ірі дүкендердің өмірге келуі мен мыңдаған маманның жетілуіне жол ашты. Қысқасы, әр істі тек өзім істеуім керек, менің айтқаным бойынша ғана жасалуға тиіс деген ұстаным басқалардың мүмкіндігін шектейтін, әрі өзіңізді қат-қабат жұмыстың астына қалдыратын әрекет. Одан аулақ болыңыз.